қазіргі кезде батыстан келген керемет бір теңдік деген нәрсе келе жатыр. Бірақ сол теңдікке кейбіреулер шыдай алмай да қалды ғой. Сол теңдікті жырлаған депутаттың бетін тырнап тастады ғой. Жақында бір депутат келіп, теңдікті айтайын, еркектер 65-інде пенсияға шығады екен, енді әйелдер де тең болсын деп еді, бетін тырнап тастады ғой оның. Енді тең болу керек едік қой енді. Кәні теңдік, батыстың теңдігі. Негізінде шындап келгенде бар ғой, еркек сол 65-ке жетпей өліп қалады. Немесе 67-ге өліп қалады. 2-ақ жыл пенсиясын көреді. Статистикада сол. Әйел кісі 70-ке жетеді. 80-ге жетеді. Бірақ сонда да пенсияны ол кісілерге ерте бергіздірді. Амал жоқтан. Бірақ теңдік жоқ болды да осы жерде. Кәні теңдік. Еркектер күні жоқ әлемде. Әйелдердің күні бар. Әйелдер күні бар. Бірақ бұның бәрі бауырлар құрал. Одан басқа еш нәрсе емес. Әйел құрал деп айтқан себебім, қарапайым тіс жуатын щетка болсын, соның пастасын болсын рекламасында бір жалаңаш әйел жүреді. Оның бұтының жылтырағаны менен анау тіс жуатынның арасында қандай арақашықтық бар, ойлаңызшы. Біреуінің бұты, ананың тісі. Тіс қайда, бұт қайда? Бауырлар, құрал ол. Соның жұрт бұтына қарап отырып, ана тіс пастасын алсын дейді. Құрал. Ол еш нәрсе емес. Осылардың барлығы біздің қоғамымызға әсер етпей қоймайды. Әсерлерінің көптігінен мен сіздерге 3-4-еуін айтам. Біріншісі. Ол көшеде зинаның тарқауы. Бірінші орында сол. Оның салдары көп өмірде. Ауыртпашылығы көп өмірде. Оның алып кеп жатқан қиыншылығы көп өмірде. Солардың бірі некесі туылған балалар. Солардың бірі семья жанұяларының бұзылуы. Осыған ұқсас себептер көп, бауырлар. Әйелі азған елдің ертеңі жоқ деп кеткен халқымыз. Әйелі азған елдің ертеңі жоқ дейді.